сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Қалай ойлайсыздар? Қозғалыстағы дене барлық уақытта бірдей жылдамдықпен қозғалады ма? Әрине жоқ. Оның жылдамдығы бірде артып, бірде кеміп отырады. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға арналған есептер. Бүгінгі сабағымызда статистикалық санды сипаттамаларды есептейміз. Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептерді шығарамыз. Ендеше сабағымызды Испальканың дамыта оқыту технологиясында көрсетілген 4 саты арқылы негіздейміз. Келесі кезек оқушы сатысында мұндай жағдайларда қозғалыстың орташа жылдамдық ұғымы енгізіледі. Орташа жылдамдық дегеніміз барлық жолды оны жүруге кеткен уақытқа бөлгенге тең. В тең S1 плюс S2-нің T1 плюс T2-ге қатынасы. Яғни орташа жылдамдық дегеніміз дененің бүкіл өткен жолдарының қосындысының сол жолдарды жүруге жұмсалған бүкіл уақыттың қатынасын айтамыз. Келесі кезек алгоритм сатыда біз есептерді қарастырамыз. Бірінші есеп. Ұшақ 480 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат, 600 км сағат жылдамдықпен 0,3 сағат ұшты. Ұшақтың орташа жылдамдығын табыңдар. Біз А пунктіне В пунктіне жету үшін белгілі бір қалаға қонып, сол қаладан В қаласына дейін жетеміз. Яғни жолымыз екі бөлікке бөлінді. Бірінші бөлікті біз бірінші деп аламыз, екінші бөлікті екінші бөлік деп аламыз. Бірінші бөлікке сәйкес бізде В1, С1, Т1, екінші бөлікке сәйкес В2, С2, Т2. Енді бізге кестені толтыру керек. Ең бірінші бізде бірінші бөліктегі жылдамдық 480 км сағат. S1-іміз белгісіз, уақытымыз 1,5 сағат. Екінші бөлікте біз 600 км сағат жылдамдықпен ұштық. Және C2-міз белгісіз, уақытымыз 0,3 сағатқа тең. Енді кестедегі S1 мен C2-ні табамыз. Жолды табу үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. S1-ді табу үшін біз V1-ді көбейтеміз T1-ге. Тең болады. V1-іміз бізде 480-ге тең, көбейтеміз, уақытымыз 1,5 сағатқа. Көбейткен кезде бізде 720 км шығады. Келесі S2-ні табамыз. Біз V2-ні көбейтеміз T2-ге. Бізде V2 600 км, оны көбейтсек 0,3-ге, тең болады 180 км-ге. Енді кәнекей балалар, орташа жылдамдықтың формуласын есімізге түсірейікші. Ол дегеніміз C1 қосылған C2-нің T1 плюс T2-ге қатынасына тең. Орнына апарып қоямыз. C1-міздің орнымызға бізде 720 км кестені толтырайық. C2-міз бізде 180 км шықты. Орнына апарып қоямыз. Яғни бізде орташа жылдамдығыз алымында 720-ны қосамыз 180-ге. Бөлеміз. T1 мен T2-нің қатынасы ол бізде 1,5-тің қосамыз 0,3-ге. Тең болады 720-180-ге қосақ 900, бөлімінде болады 1,8 қатынасы. Яғни бізде шығады 500 км сағат. Яғни жауабымыз орташа жылдамдығымыз тең болады 500 км сағатқа. Келесі кезек эвристикалық сатыда. Есебімізді шығармас бұрын
Жылдамдығымыздың азайып немесе көбеюіне не әсер етуі мүмкін? Иә, дұрыс айтасыздар. Өзен жылдамдығы, желдің жылдамдығы. Егер қайық ағыспен жүзетін болса, онда өзен жылдамдығы қайықтың жылдамдығына қосылады. Егер велосипедші желдің бағытымен жүретін болса, онда велосипедтің бағытына желдің бағыты қосылады. Егер қайық ағысқа қарама-қарсы жүзетін болса, онда қайықтың жылдамдығынан өзен жылдамдығы азайтылады. Егер велосипедші желге қарама-қарсы жүретін болса, онда велосипедшінің жылдамдығынан желдің жылдамдығы азайтылады. Осы мәліметтерді ескере отырып, кестемізді толтырамыз. Біз есепте 45 минутты сағатқа айналдырдық, 45-ті 60-қа бөлдік, 0,75 сағат. 30 минутты 60-қа бөлдік, 0,5 сағат шықты. Есебіміз: қайық ағыспен 45 минут, ағысқа қарсы 30 минут жүзіп, барлығы 11,7 километр қашықтыққа барды. Ағыс жылдамдығы 1,8 километр сағат. Қайықтың меншікті жылдамдығын табыңыз. Бұл жерде біз қайықтың жылдамдығын, бұл қайықты X деп аламыз. Айнымалы енгіземіз, яғни. Сол кезде біз бірінші бөлік ағыспен қайықпен жүрген жол болса, ол X плюс болады 1,8-ге. Екінші бөлімде ағысқа қарама-қарсы болғандықтан X минус 1,8 дейміз. Өзен жылдамдығын азайтамыз. Енді жалпы барлық жол бізде S1 қосу S2-ге тең. Ол бізде 11,7-ге тең. Осыны пайдаланып теңдеу құрамыз. S1-ді кестемен тапсақ, ол дегеніміз X қосу 1,8-ді 0,75-ге көбейткенге тең. Қосамыз. S2-ні тапсақ, ол X минус 1,8-ді 0,15-ге көбейткенге тең. Тең болады 11,7 километр. Енді жақшыларды ашсақ, 0,75x қосамыз 1,35-ті. Қосамыз 0,15x минус 0,9 тең болады 11,7. X-тарды ықшамдап алсақ, ол тең болады 1,25x-қа. Тең болады 11,7-ден азайтамыз 1,35-ті, қосамыз 0,9-ті. 1,25x тең болады 11,25-ге. Осы жерден x-ті тапсақ, бұл 11,25-ті бөлеміз 1,25-ге. X-іміз тең болады 9, яғни 9 км сағатқа. Өйткені бұл қайықтың меншікті жылдамдығы. Келесі кезек шығармашылық сатысында. Есеп: велосипедші 13,6 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат тас жолмен жүріп, 0,2 сағат демалған соң 9,8 км сағат жылдамдықпен 0,5 сағат қара жолмен жүрді. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын табыңдар. Біз кестені мәліметтерге қарап толтырып қойдық. Бірінші бөлікте бізде жылдамдық 13,6-ға, уақыт 1,5-ге. Екінші бөлікте бізде жолда жылдамдықтан 0-ге тең, себебі ол 0,2 сағат демалды. Үшінші бөлікте жылдамдық 9,8-ге, уақыт 0,5-ге тең. Енді үстімізде көріп отырғанымыздай, біз орташа жылдамдықта қанша бөлік болса, сонша S1, S2, S3 болады. Қанша жол болса, T1, T2, T3 болады. Яғни, біз есебімізді шығарамыз. Бізге кестеден қарап отырғанымыздай S1 жоқ. Ол дегеніміз ол B1 көбейтілген T1. Кестедегі мәліметтерді жазып, 13,6-ны көбейтеміз 1,5-ге. Бізде шығады 20,4 километр. Келесі біз S2-мізді табамыз. Мәліметтерге қарасақ, ол бізде 0-ге тең. Үшінші бөліктегі жолды табу үшін біз 9,8-ді көбейтеміз 0,15-ге. Шығады бізде 4,9 километр. Енді алдымыз үстіміздегі формулаға қойсақ, онда бізде болады 20,4-ті қосамын 0-ге,
қосамын 4,9-ға бөлемін Т1 бізде 1,5 қосылған Т2 бізде 0,2, Т3 бізде 0,5. Тең болады 25,3 болады алымында, бөлімінде 2,2. Екеуінің қатынасы бізде береді 11,5 километр сағатты. Себебі бұл жылдамдық ұсталып жатқан. Жауабы болады 11,5 километр сағат. Келесі есепті шығармас бұрын біз бейнематериалға назар аударайық. Қазақ ұлттық ойындарының ең бір кеңінен таралғандарының ішінде бәйге ойыны жатқызуға болады. Бәйге осы күнге дейін өз маңыздылығын жоймаған спорт түрі. Ежелден көшпенділердің өмірі жылқымен тығыз байланысты болғандықтан, біздің ата-бабаларымыз үшін ұрыс даласында ең сенімді серігі, һәм көлігі, қиын кезде күнкөріс көзі болған. Сондықтан жылқы көптеген ұлттық ойындардың бөлінбес құрамы. Оның ішінде бәйге десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Есеп. Бәйгеде Ернардың аты бірінші айналымда 37 км сағат жылдамдықпен 0,25 сағатта, екінші айналымда 35 км сағат жылдамдықпен 0,3 сағатта өтті. Егер Ернардың басты қарсыласының сәйгүлігінің орташа жылдамдығы кем дегенде 36 км сағат болса, Ернар орын ала алды ма? Енді ол үшін бізде орташа жылдамдықты табамыз. Берілген мәліметтер бойынша кестені құрып алдық. Сәйкесінше жылдамдықтарын, уақыттарын жаздық. Енді бізге S1-ді табу керек. Ол деген V1 көбейтілген T1. Кестеге қарап біз 37-ні көбейтеміз 0,25-ке. Ол тең болады бізде 9,25 километрге. S2-міз ол бізде V2-ні Т2-ке көбейткенге тең. Кестедегі мәліметтер бойынша 45-ті көбейтеміз 0,3-ке. Ол бізде болады 13,5 километрге. Енді жылдамдықтың формуласы бойынша жолдарды бір-біріне қосамыз. 9,25 километрді қосамыз 13,5 километрге. Оларды бөлеміз. Уақыттардың қосындысына 0,25-ті қосамыз 0,3-ке. Тең болады, алымында бізде болады 22,75. Бөлімінде болады 0,55. Бөлсек 41 километр сағат шығады. Яғни Ернардың атының орташа жылдамдығы 41 км сағат. Яғни ол сәйгүлік қарсыласының сәйгүлігінен жылдамдығы артық. Сондықтан Ернар бұл бәйгеде орын алады. Енді сабағымызда алған білімдерімізді бекіту үшін QR код арқылы Google Forms'қа өтіп, үй жұмысын орындаймыз. Соңында бүгінгі сабақ сізге ұнады ма? Сұрағына жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.